Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжанар. Бүгін сіздерге осындай өте биік миксерсіз жасалатын кекстердің рецептісімен бөлісемін. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма алдын ала тіркеліп қойыңыздар және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып көре аласыз. Міне қазір сіздерге кекстің арасын кесіп көрсетемін. Осындай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа керек. Менің жұмыртқамның мөлшері С2. Егерде С1 болса, онда 2 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Осы жұмыртқаның үстіне 150 грамм құмшекерді саламыз. Бір ескеретін жайт, барлық заттар бөлме температурасында болуы керек. Жақсылап араластырып аламыз. Көлемі 2 есеге ұлғайып ағару керек. Міне осындай аппақ болу керек. Енді осының үстіне сұйық майды құямыз. Сұйық майдың мөлшері 100 мг. Бір келкі масса болғанда бөлме температурасындағы 200 мг сүтті құямыз. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін 10 минут қопсытқышты қосамыз. Қопсытқыштың мөлшері 1,5 шай қасық керек болады. Ұнды қамырға бірден салмайсыздар, 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар, себебі қамыр тапталып қалуы мүмкін. Міне бізде қамыр дайын болды. Енді осы қамырды 2-3 ас қасықтан формаларға құйып шығамыз. Менде дәл осы рецепттен 12 штук кекстер шықты. Міне сіздерге қазір пісіп жатқанын көрсеттім. Бізде кекстер осылай болып пісіп шығады. Арасы осындай жұмсақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.